Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Абай облысына жұмыс сапарымен келді. Бұл президенттің Абай облысы құрылғалы бері аймаққа жасаған алғашқы сапары. Сапар аясында Семей халқымен кездесіп, өңірдің бірқатар мәдени білім беру ошақтарын аралап көрді. Президент жергілікті жұртшылықпен кездесуінде Семей қаласының Абай облысының Қазақстан тарихындағы орны ерекше, әрі төл шежіремізде айрықша орны бар өлке екенін атап өтті. Біз халық үніне құлақ асатын мемлекет құрып жатырмыз. Сондықтан мен биыл халықтың қалауын ескере отырып, осы аймақта жеке облыс құру шешімін қабылдадым. Атылған қадам өңірдің әлеуметтік экономикалық мәселелерін жедел шешіп, тұрғындардың әл-ауқатын арттыруға ықпал етеді. Инвестицияның келуіне, өнеркәсіп пен жұмыс орындарының ашылуына, шағын және орта бизнестің дамуына жағдай жасайды. Аймақты республикалық бюджеттен тікелей қаржыландыру жүйесі жүзеге асады, деді мемлекет басшысы. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в области Абай необходимо уделять внимание и сфере образования. Для подготовки необходимых кадров для региона следует разработать соответствующий стандарт. Наша молодежь должна получать качественное образование и вносить вклад в развитие родного края. Поэтому поручаю выделить дополнительно 500 грантов вузам области, сказал глава государства. В Семее расположен один из основных медицинских университетов страны. По поручению Касым-Жомарта Токаева прорабатывается вопрос строительства многопрофильной больницы при образовательном учреждении. Сондай-ақ мемлекет басшысы Семей қаласының инфрақұрылымы әбден тозғанын айтты. Жазда ыстық су жоқ, ал қыста үйлер жылынбайды. Қаладағы жылу электр орталығына шығатын зиянды қалдықтары ауаны шектен тыс ластап жатыр. Бұл мәселелерді түпкілікті шешетін уақыт жетті. Сондықтан үкіметке әкімдікпен бірлесіп, Семейде заманауи жылу электр орталығын салу және инфрақұрылымды жаңарту мәселесін қарастыруды тапсырамын. Жоба халықтың тұрмыс сапасына, сондай-ақ өңір экологиясына оң ықпалын тигізетіні анық, деді президент Қасым-Жомарт Тоқаев. Кездесу соңында Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Абай облысының бірқатар азаматы мемлекеттік наградалармен марапаттады. Абай атындағы театр әртісі Бекен Имаханов және еңбек ардагері Амантай Мұқатаевқа парасат ордені табыс етілді. Сапар барысында Қасым-Жомарт Тоқаев жазушы Мұхтар Әуезов пен оның шәкірті Қайым Мұхаммедхановқа арналған ұстаз бен шәкірт ескерткішін ашты. Бұл ескерткіштің авторы белгілі мүсінші Нұрбол Қалиев. Ескерткіш Абайға, Абай алаңына қарап тұр. Байқап отырған боларсыздар, ескерткіштің көлемі Абайдан биік емес. Бұның өзі Абайды әлемге танытқан Мұхтар Әуезов пен шәкірті Қайым Мұхаммедханов ұлы Абайға тағзым етіп тұрғандай көрінді. Бүгін Семей өңірінде Абай облысында ерекше бір тарихи күн. Себебі ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы өзінің арнайы сапарыменен, жаңадан ашылған өзінің пәрменіменен ашқызған Абай облысына келген тұңғыш сапары. Бүгін облыс өкілдеріменен, облыстың жұртшылықпенен кездесу барысында көптеген бұл өңірдің келешектегі даму бағыттарын ашып айтып берді. Әсіресе осы Семейде туып өскенбіз, бізді бір шешілмей келе жатқан мәселе бұл енді солтүстікте орналасқан Сібірге жақын ауа райы қатаң болғаннан кейін жылу мәселесі қат болып тұратын. Соны түбегейлі шешіп беру туралы тапсырма берді. Мемлекет басшысы Абай облысына жұмыс сапары барысында Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледждің жұмысымен танысты. Президент оқу орнының тарихы мен жетістіктеріне, білім ордасына білім алған ұлы тұлғалардың өміріне арналған көрмені аралап, оқытушылар ұжымымен және студенттермен пікірлесті. Мемлекет басшысының сапары Семей қаласындағы Невзоровтар атындағы бейнелеу өнері музейінде жалғасты. Президентке музейдің тарихы таныстырылды. Невзоровтар музейі Қазақстандағы көркемсурет құндылықтарын жинақтаған ірі мәдени нысандардың бірі. Музей мәртебесі 1988 жылы берілген. Бүгін семейліктердің көңілде жүрген күмәнді ойларын дөп басқан талай нәрсе айтылды. Абай театрында халықпен кездесуде сөйлеген сөзінде Қасым-Жомарт Кемелұлы қасіретке шалдықса да, қасиетін жоғалтпаған өлкені барынша дамыту ортақ парыз деді. Иә, туған өлкені өркендету жалғыз мемлекет басшысының емес, осы топырақты мекендеп жатқан әр азаматтың борышы екендігін есте ұстауымыз қажет.